Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде жеміс-жидек көру нені білдіреді? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде жеміс-жидек жақсылықтың нышаны. Дегенмен түсіңізде жеміс-жидек көру нақты нені білдіретінін анықтау үшін жемістің сыртқы пішініне, жағдайына көбірек назар аударыңыз. Түсінде жеміс-жидек көру сәттілік пен табысты білдіреді. Түсінде жеміс көрген адам өзіне қажетін алады, дегеніне жетеді деген сөз. Жеміс-жидек көрген байлар мен кедейлер өздерінің материалдық жағдайын жақсарта алады. Сары түсті жемістер ауру адамның жуырда аяғына тік тұрып кететінінен хабар береді. Сары түсті жемісті екінші жартысы сүйіктісі жоқтар жуық арада сүйгендерін кезіктіреді. Баласы жоқтар балалы болады деген сөз. Бақшада өсіп тұрған жемістер жылдар бойы жақсылық пен сәттіліктің болатынын айтады. Піскен жеміс-жидектер жақсылықтың нышаны. Бірақ сырты бүтін, іші құрттаған жемістерді көрген адам сақ болуы керек. Ол адамның өңінде тығырыққа тіреліп, қиындыққа тап болатынын білдіреді. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, YouTube каналыма подписация жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.